Абай қаласының номер 12-ші Тірек мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Рамазанова Қымбат Төлеухановна. Сәлеметсіңдер ме, балалар? 9-шы сынып. Сабақтың тақырыбы отбасылық құндылықтар. Сабақтың мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Енді балалар жаңа сөздермен танысайық. Неке, қоғам, өсім, құндылық, бірлік, құрмет, мейірім, ұлғаю, қартаю. Оқылым дағдысы бойынша берілген мәтінді оқып, жаңа сөздердің көмегімен мазмұнын түсіну, қою қаріппен берілген сөздердің мағынасын анықтау керек. Біздің дәстүрлі отбасымыз мейірім, өзара құрмет, махаббат негізінде құрылған. Өзара құрмет, мейірімде өскен бала жақсылыққа бейім болады. Отбасында әркімнің орны, міндеті, жолы бәрі орныққан. Қазақ халқында қартайып, жасы ұлғайған адамдарға құрмет көрсету, жастарға ізет көрсету отбасылық құндылықтардың негізгі ережелерінің бірі. Келесі тапсырма бойынша отбасылық құндылықтар тақырыбына ассоциограмма құрыңдар. Балалар, ендігі кезекте аудиомәтінді мұқият тыңдаңдар. Тақырып: бірінші, екінші сабақтар. Екінші тапсырма. Отбасы ұрпақтар арасындағы байланыс, рухани және мәдени дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасы ер адам мен әйел адамның некелесуінен құралады. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді халық. Отбасын құрған екі адам мен басқа да отбасы мүшелерінің татулығы отбасының берік болуының кепілі. Отбасы берекелі, тату болу үшін сыйластық, мейірімділік, жанашырлық, бауырмалдық қасиеттер әр адамның жүрегінен орын алуға тиіс. Отбасын құрғанда адам өмірге ұрпақ әкеліп қана қоймай, балаларына адамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ата-бабасының салт дәстүріне негізделген тәрбиені қоса береді. Отбасының алтын діңгегі бала. Баланың тәрбиелі, жан-жақты болып өсуіне берекелі, өнегелі ынтымақты отбасының ықпалы мол. Балаларын қоршаған ортаға, қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру ата-ананың ең маңызды міндеті. Аудиомәтін негізінде сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: отбасы деген ұғымды қалай түсінесің? Екінші сұрақ: отбасы неден құралады? Үшінші сұрақ: отбасының берік болуына не кепіл болады? Төртінші сұрақ: бала тәрбиелеуде неге сүйену керек? Бесінші сұрақ: ата-ананың ең маңызды міндеті не? Жазылым дағдысы бойынша отбасы мүшелері қандай болу керек деген сұраққа кластер құраңдар. Балалар, бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Барлығын түсіндім дегендерің бас бармақты жоғары ұстаңдар. Енді түсініп келемін дегендерің бас бармақты көлденең ұстаңдар. Түсінбедім дегендерің бас бармақты төмен ұстаңдар.